Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Мен сіздерге бүгін тәтті бөлкелер синнабонның рецептісін ұсынайын деп отырмын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт және ерітілген сары май, үстіне 2 дана жұмыртқамызды салып, қантымызды қосып, тұзымызды салып, ашытқымызды қосып, барлығын бір жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстінен осылай ұнымызды салып, тағы да бір араластырып аламыз. Қамыр болып иленгенше осылай ұнды қосып, салып отыратын боламыз. Тағы да ұнымызды салып, қамыр болғанша илейтін боламыз. Дайын болған нанымызды 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Міне біздің нанымыз дайын. Енді оны ыдысымыздан босатып аламыз. Бір-екі рет басып, жаятын боламыз. Оқтаудың көмегімен нанымызды жайып алатын боламыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Барлығын осылай жайып болғаннан кейін ерітілген сары майымызды осылай жағып шығатын боламыз. Майымызды жағып болғаннан кейін үстіне осылай қантымызды себетін боламыз. Одан кейін корицаны қосып, осылай салып шығатын боламыз. Енді біз нанымызды рулет тәрізді етіп осылай орайтын боламыз. Енді бізге жіп керек, кәдімгі қарапайым жіп. Тоқаштарымызды осылай бір келкі болып шығу үшін жіптің көмегімен кесіп алатын боламыз. Осылай барлығын бір келкі етіп кесіп жатқан кезде біз алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. 20-25 минутта пісіреміз. Сіздермен болған Жансая. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.